Бүгін бізде осы Аманат партиясының жастар рухы бар. Астана қаласының әкімшілігі, Байқоңыр ауданының әкімшілігімен бірлесе отырып жасалынып жатқан акция. Бүгін біз 5 тоннадай шегілмейтін темекі өнімдерін осы арнайы заводта жандыратын боламыз. Ол бізде осы жалпы әкімшілік пен сосын полиция қарамағындағы жұмыстың аясында жасалынып жатқан шара. Өйткені өздеріміз де білеміз, қазіргі таңда осы шегілмейтін өнімдер ол аса көбінесе жастардың арасында таратылуда. Сондықтан да біз осы қауіпсіз қала, заң мен тәртіп акциялардың аясында істелініп жатқан жұмыс.